Аманат партиясының бағдарламасына сәйкес ауылға жұмыс істеуге баратын дәрігерлер үшін көтерме ақысын біз 10 миллионға дейін жеткіземіз деген жоспар болды. Бұл мәселені шешу үшін біз заңға түзетуді енгіздік, үкіметке қорытындыға жібердік. Бірнеше ай өтті, бірақ қорытынды да жоқ, жауап та жоқ. Бұл мәселе қалай шешіледі, қолдайсыздар ма? Екінші мәселе 1958 жылдан бастап бізде еңбек гигиенасы туралы арнайы дербес институт болған. Қазір ол институт медицина университетінің бір бөлімшесі ретінде жұмыс істеп жатыр. Енді шахтерлардың айтуы бойынша қазіргі уақытта бұл институтты оңтайландырамыз деген жоспарлар бар екен. Бұл институт дербес институт ретінде жұмыс істеу керек деп санаймыз. Сондықтан Қарағандыдағы бұл институтты біз Светлана Қабыкенқызымен де бұны қарадық. Осы мәселені дербес институт ретінде жұмыс істеу үшін мәселені шешу керек деп санаймыз. Және де үшінші мәселе бұл онкология бойынша. Онкология бойынша 2020 жылы бізде онкогематология ГОБМП-дан МәМС-ке көшірілді. Яғни қазір ол 2 пакетте. Осыған орай қазіргі уақытта бізде мынау 3 миллионға жуық осы МәМС-пен қамтылмаған азаматтар уақытында УЗИ да ала алмайды, КТ да ала алмайды, анализ өте алмайды. Бұларға өте қиын болды. Енді нәтижесінде ауруы асқынып кетуге сондай бір үлкен ықпал етеді деп ойлаймын бұл шешім. Ал басқа аурулар үшін МәМС-тегі олар енді ГОБМП мен МәМС болғаннан кейін олар салпандап бір жақтан бір ем алады, басқа жақтан мәселені қарайды. Сондықтан бұл да өте қиын. Сондықтан бұл мәселе енді өте күрделі мәселе болғаннан кейін, әлеуметтік маңызы бар ауру болғаннан кейін, бұл мәселені ГОБМП-нің шеңберінде 2020 жылға дейін қалай болды, солай шешу керек деп санаймын. Сонда біздің азаматтарымыздың денсаулығы үшін бұл өте жақсы болады. Сіздің бұл мәселеге жаныңыз ашитынды білемін. Сондықтан бұл мәселені бірге шешейік. Денсаулық сақтау министріне сұрақ. Ажар Ғиният, микрофон қосыңыздар. Құрметті Асхат Қанатұлы, бірінші сұрағыңыз бойынша үкімет өз тарапынан Аманат партиясының мына ауылдық денсаулықты қолдау жөніндегі ұсынысын қолдады. Қазіргі таңның өзінде барлық өңірлерден сұраныстарды жинап, мыңдаған дәрігер керек ауылдарға барады деген әкімшіліктер сұраныс берді. 9 миллиардтай теңге қарастырылған. Қаржы министрлігімен бұл сұрақ қазір шешіліп жатыр. Екінші, дербес институт құру жөнінде. Сіз айтып кеткен профилактикалық профессионалдық аурулар институты бұрын дербес болған. Қазіргі кезде Қарағанды медициналық университетінің құрамында, ол құрамында университеттің жанынан бұл институттың материалдық техникалық базасын жақсарту үшін, қандай да бір ғылыми жұмыстарын жүргізу үшін 1,5 миллиард теңге қаражат қарастырылған. Сондықтан институттың жағдайын жақсарту үшін қазір сол Қарағанды мед университетінде болсын, жағдайы материалдық техникалық базасы, әртүрлі жөндеу жұмыстары бар, сол жасалсын деп 1-2 жыл сонда қалдырып отырмыз. Үшінші сұрағыңыз онкогематология жөнінде. Бұл сұрақ бойынша барлық бұл ауруларды емдеу кепілдірілген медициналық мамандырылған медициналық көмектің тізбесінде, яғни республикалық бюджеттен қаржыландырады. 25 миллиардтай теңге қаралған. Ал егер шұғыл түрде түсетін болса, ол адам сақтандырылған болса, МәМС жүйесінде қаражат төленеді. Негізі жалпы ол кепілдірілген медициналық көмектің тізімінде. Медициналық ұйымдардың көтеріп отырған сұрағы 2 келісімшартпен жұмыс жасаймыз деген мәселе. Биыл заңға норма енгізілді, бірыңғай пул жөнінде. Сондықтан келесі жылы бұл сұрақ шешілетін болады. Барлығы бір бюджетпенен қамтамасыз етіледі. Рахмет сұрағыңызға.